Сәлеметсіздер ме, балақандар? Бүгін біз сендермен әліппе сабағының 66-шы сабағын өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгін балалар біз 66-шы сабақ П дыбысы мен әрпін өтеміз. П дыбысы және әрпі. Балалар, біз суретте көріп тұрған бұл П дыбысы. Ол дауыссыз дыбыс. Сондықтан ол бізде көк түспен белгіленеді. П дыбысы баспаша және жазбаша түрде жазылады. Енді суретке назар аударайық. Суретте балалар не істеп жүр? Балалар доп ойнап жүр. Доп деген сөзде балалар П дыбысы бар екен. Қанекей ол үшін доп сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Д дауыссыз дыбыс, О дауысты дыбыс, П дауыссыз дыбыс. Бұл сөзде П әрпі ең соңында жазылып тұр. Яғни П дыбысы соңында кездеседі. Доп. Енді балалар сурет бойынша әңгіме құрайық. Мақсат пен Ерлан доп ойнап жүр. Ойын өте қызықты өтіп жатыр. Мақсат гол соқты. Екеуі қуанды. Балалар, бұл әңгімеде біз П әрпін дыбысын қолдандық, я? Енді балалар П әрпіне берілген сөздерді оқимыз. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан. Енді балалар осы сөздерді біз буынға бөліп шығайық. Доп, бір буын, топ, бір буын, сап, бір буын, қап, бір буын, апа, екі буын, арпа, екі буын, аспан, екі буын, ақпан, екі буын. Енді доп ойнау мәтінін оқимыз. Доп ойнау. Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан шабуылшы. Талап қақпашы болды. Мен топты қақпаға дәлдеп соқтым. Мәтін не туралы екен, балалар? Доп ойнау туралы. Мектепте не бар екен? Иә, мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң не ойнадық? Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан кім? Талапшы кім болды? Оспан шабуылшы, талап қақпашы болды. Кім топты дәлдеп соқты? Мен топты дәлдеп соқтым. Енді осы мәтінде балалар П дыбысы бар сөздерді табайық. Мектепте. Дұрыс. П дыбысы сөздің басында ма, ортасында ма, соңында ма? Дұрыс. Ортасында келіп тұр. Келесі сөз спорт. П дыбысы сөздің басында, ортасында келіп тұр. Бірінші буынында ортасында. Келесі доп. П дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр.
Келесі сөз оспан. П дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Талап. П дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Қақпашы. П дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Допты. П дыбысы сөздің ортасында тұр. Қақпаға. П дыбысы сөздің ортасында тұр. Дәлдеп деген сөзде П дыбысы сөздің ең соңғы буынында тұр. Енді балалар, бұл сөздер біздің П дыбысы кездескен сөздер екен. Тағы да бір рет сөздерді айтып шығайық. Менің артымнан қайтала. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан, мектепте, спорт. Жақсы балалар, енді келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада буындар шашырап орналасқан. Осы буындардан сөздер құрауымыз қажет. Яғни екі буыннан бір сөз құрауымыз қажет. Енді суретке мұқият қараймыз, ойланамыз. Ойлануға уақыт саған. Жақсы, олай болса, өз жауабыңды менің жауабыммен салыстыр. Бірінші сөз аспан. Ас буыны мен пан буынын қостық. Аспан бұл біздің төбемізде тұрған көгілдір аспанымыз, иә? Екі буыннан құралып тұр. Келесі сөз арпа. Арпа дегеніміз бидай тұқымдасына жататын дән. Арпа екі буыннан құралып тұр. Келесі сөз дәптер. Дәп және тер буынынан құралып тұр. Ол сенің күнделікті жазып жүрген оқу құралың. Шақпақ және қисық жол деген түрлері болады, иә? Келесі ең соңғы сөз бізде ақпан. Ақ буыны және пан буынынан құралған. Ақпан бұл айдың аты. Яғни қаңтар айынан кейін бізде ақпан айы келеді. Сол айдың атын біз ақпан деп атаймыз. Олай болса, сенің бүгін танысқан 4 сөзің бар екен. Олар аспан, арпа, дәптер, ақпан. Бұл сөздердің барлығында қандай дыбыс кездесіп тұр? Дұрыс айтасың. П дыбысы кездесіп тұр. Аспан сөзінде П дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Арпа сөзінде сөздің ортасында, дәптер сөзінде сөздің ортасында кездесіп тұр. Және де ақпан сөзінде сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Сонымен балақан, бүгін қандай дыбыспен таныстық? П дыбысымен таныстық. Рахмет, сау бол.